Қайырлы күн достар, мынау темір тандыр деп аталады. Бұл темір тандырды Қытайдағы қазақтар мен ұйғырлар қолданады. Яғни бұрынғыдай топырақпен, яғни лаймен тандыр жасау қалған. Ол 20 жылдың алдында қап қойған. Қазір олар осыны қолданады. Бұның ерекшелігі нанның арты тап-таза болады және нанның арты теп-тегіс болады. Тағы бір ерекшелігі тез қызады. Енді Қытайда газ көп болмағандықтан олар көмір жағады. Көмірді үнемдеу үшін осыны қолданады. Өте керемет. Бұны мен жақсы білемін, өйткені Қазақстанда өзім біреуін жасап сатқанмын. Ары қарай клиенттері болмаған соң осыны жалғасты жасап сата алмадым. Енді қараңыздар. Бұны сіздер алып қолдансаңыздар, топырақпен нан жауып жатқан адамдар бар ғой, топырақтандырмен. Соның алдын орап кетесіздер. Міне көріңіздер, мынау қазір орнатып болды, ортасына топырақ салып жатыр. Топырақ емес, ана жерде біздің тәжірибеге қарағанда, анаған құм салсаң, құм мен шебінді араластырып отырып алсаң, қызуы қатты ұстайды және қызуы қайтпайды. Міне достар, осылай осыны ертерек алып қолданыңыздар. Міне Қытайдағылар чоқ салады, сосын көмір салып, осылай тандырда қыздырып нандарын пісіріп отырады.